ойлайсың, сол 100% орындалады. Неге? Сенің ойың ол сенім болып қалыптасады. Ал неге сенесің, сол сенің установкаң болып қалыптасады. Яғни сен саналы тұрғыда ойлайсың да, ол сенің бейсанаңа түседі. И бейсанада қандай ақпарат тұрады, сол сенің өміріңді басқарады. Демек, осы кезге дейін не ойладың, сенің өмірің соның төңірегінде өтті. Сол үшін айтады, ойлаған ойың арқылы өміріңнің сценарий жазылады деп. Вот, получается, негативті ой да, позитивті ой да орындалады. Сол үшін көп не нәрсеге ойлап жатырсың, не нәрсені ойлап жатырсың, сол нәрсеге мән беру керек та. Мән беру керек. Ал көп адам ойлайды, ойды не деп, логикалық, ақыл, жаңағы сөз, содан құралған деп ойлайды. Жоқ, ой үлкен энергия. Яғни осы ойлау арқылы сеніміңе айналған кезде өміріңе тарта бересің. Сол установканың төңірегінде саған адамдар келеді, мысалы қарым-қатынасқа байланысты, ақшаға байланысты, кез келген нәрсеге байланысты осы установканың төңірегінде адамдарды қолданасың. Сондықтан не нәрсе ойлап жатырсың, оған қатты мән беру керек. Вот сол үшін аффирмация, визуализация деген нәрселер шығып кеткен. Себебі 10000% орындалады. Осы нәрсені өзгерту арқылы сен өміріңді ғана өзгертесің.